Алдымен ауған соғысының ардагерлері мен қорғаныс саласының қызметкерлері, басқарма басшылары мәңгілік алау аумағына гүл шоқтарын қойып, батыр бабалардың рухына тағзым етті. Кейін сап түзеген сарбаздарға салтанатты түрде ақ тілектер жолданды. Біз бүгін айбынды мемлекетіміздің алтын діңгегі елордамыз Астана қаласының 20 жылдық қарсаңында болашақ отан қорғаушыларды әскер қатарына салтанатты түрде шығарып салғалы тұрмыз. Отан деген қастерлі ұғымды бәріне биік қойып, оның бейбітшілігін көздің қарашығындай сақтау әрбір ер азаматтың басты міндеті. Арнайы іріктеуден өткен жауынгерлердің ішінде Шет ауданының тумасы Абылай Боранбай да бар. Жастайынан әскери өмірге қызығушылықпен қарайтын Абылай жауынгерлік міндеттегі сыннан сүрінбей өтуді мақсат тұтады. Әскери борыш өтеу, яғни бұл бала кезден мен арманым болған, яғни мен әкем тоже әскерде қызметін атқарып келген, әскери борышын. Сонымен әкемнің жолын қылмақшымын. Мен осылай Астана қаласына әскери борышын өтеуге бара жатқанына, осы 40 сарбаздың арасына қосылғаныма өте ризамын. Биыл көктемде Қарағанды облысының қарулы күштері әскери құрылымдары мен басқа да әскерлері 1500-ге жуық азаматтарды әскерге шақыртуды жоспарлап отыр. Олардың барлығы да қазір қатаң түрде наркологиялық тестілеуден өтеді. Қазір гепатит, туберкулез ауруларын анықтау бойынша міндетті зертханалық тексерістердің аумағы кеңейген. Призывники команды отобраны из числа. Іріктелген 40 сарбаздың барлығы да арнаулы тексерістен өткен. Олар жоғары моральдық іскерлік қасиеттерге ие. Сарбаздардың барлығының денсаулығы мығым, орта, жоғары білімді жауынгерлер. Әскердің темірдей тәртібі мен қатал ережелеріне көндігетін азаматтарды шығарып салуға олардың ата-аналары, достары да жиылды. Айта кетелік, биыл көктемде 17 мың азамат Қазақстан әскерінің қатарын толықтырмақ. Осылайша егемен елдің тыныштығын қырағы күзету, бабадан қалған қасиетті жерімізді қорғауда сарбаздар міндеті арта түспек. Мақсат Бейсенаев, Мұрат Төкенов, Аман Хамид, Сарыарқа телеарнасы.